Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге daymaker.online деген сайт туралы айтпақшымын. Бұл сайт арқылы Daymaker онлайн. Бұл сайт арқылы біз алғыс хаттардың, дипломдардың, түрлі мадақтамалардың дайын үлгілерін қолдана аламыз. Мына сайтқа өзіңіз тіркелесіз. Тіркелгеннен кейін мына жерде құжаттар деген бар. Осыған дейінгі жасаған, сосын дайын үлгілер деген бар. Осы дайын үлгілерді басатын болсаңыз, мадақтамалар бар. Өнер, салтанатты, түрлі дипломдардың, мадақтамалардың түрлері көп. Алғыс хаттар керек болса, міне алғыс хаттар, музыкалық бағыттағы әртүрлі сертификаттар керек болса, міне сертификаттар, куәліктер қажет болса, куәліктер, ашық хаттар болса, осындай ашық хаттар, сабақ кестесі болса, осындай сабақ кестелердің түр-түрін қолдануға болады. Бұл дайын шаблондар, әрине бұл кейбір жерлері ақылы, кейбір жерлері ақысыз. Мысалы, алғыс хаттарды жазу үшін біз не істейміз? Мысалы, музыкалық бір алғыс хатты алайық. Осы жерде біз онлайн редактирование жүргізе аламыз. Үстінен 2 рет басқан кезде осы үлгімен құжат жасау деген болады. Сол жерге басамыз, сол жерге осы жерге мәтінді енгізу деген жерге өзіміздің мәтінімізді енгіземіз. Мысалы, нөмірі 1 мектебіміздің атауын жазайық. Нөмірі 13 гимназиясы. Коммуналдық мемлекеттік коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Яғни бұл жерде өзіміздің мектебіміздің атауын жазып, содан кейін ары қарай тексті жазсақ болады. Мысалы, мектеп деп ішілік ұйымдастырылған әнші балапан сайысына қатысып жүлделі 1-ші орынды иеленгені үшін, мысалы 2-ші А сынып оқушысы деймізде ұзын черточка тастап кетіп, ары қарай жазамыз, тілді ауыстырып, марапатталады. Сосын ары қарай мынаның шрифтісін өзгертсеңіз болады. Кішкене шрифтісін өзгертеміз. 22 деп, мынаныкін кішкене азайтамыз. Сосын мысалы, әнші балапан деген төмен түсіреміз. Оны жирный қыламыз. Осылай етіп, әрі қарай өзіңіз реттеп аласыз. Содан кейін мына жерге мектеп директоры деп директордың атын жазып қоямыз. Муканова деп жазғаннан кейін ары қарай осылай жазып, мысалы, мұнда біз жазып қойсаңыз болады. Ақтау 2023 жыл депті. Сонан кішкене үлкейтейік. Тағда үлкейтейік. Сыннанды кішкене үлкейтейік. Түстерін ауыстырсаңыз болады, мысалы. Содан кейін жүктеу дегенді басамыз, тегін пайдалану дегенді басамыз. Егер бұны біз қосымша төлем жасап сатып алсаңыз болады, про версиясын. Ал тегін пайдалану үшін мына жерде біріншіден логотипі көрініп тұрады, бір кемшілігі, және оны біз бірнеше секунд күтетін боламыз. Егер күткіңіз келмесе, ақылы версиясын алуыңызға болады. Сосын жүктеу деп басамыз, міне бізге алғыс хатымыз дайын. Мына жерде бізде көріп тұрсаңыз логотипі тұр. Енді әрі қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша тағы да дайын үлгілер дегенге барып, басқа да грамоталарды, алғыс хаттарды пайдалана берсеңіз болады. Мысалы, алтын күзге арналған алғыс хаттар бар, мектептің түрлі шараларына арналған, сабақ кестесіне арналған түрлі шаблондар дайын тұр. Кәдеңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.